Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 6 сынып 3 тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші нұсқа, бірінші есеп. Берілген теңдеулердің қайсы мәндес? Бірінші теңдеу 3х тең 12. Бұл теңдеудің жауабын тауып алайық. Бұл теңдеу шешетін болсақ, x тең 12-ні бөлеміз 3-ке, сонда x тең 4 шығады. Келесі екінші теңдеу x қосу 9 тең 12. Бұл теңдеуді шешіп алайық. x тең 12 азайту 9, x тең 3-ке. Келесі с 32 бөлу x тең 8-ге. Бұл теңдеуді шешетін болсақ, x тең 32 бөлу 8, x тең болады 4-ке. Енді ds 15 минус x тең 10. X тең 15 азайту 10, x тең 5-ке. Енді қараймыз x-тардың мәніне. Яғни, қай теңдеулердің жауаптары бірдей болып тұр? А-ның және с-ның. Демек, А және С теңдеулері мәндес теңдеулер болады екен. Сонда В жауабы А және С теңдеулері мәндес теңдеулер. Келесі екінші тапсырма. Берілгендердің ішінде симметрия осі бар фигураларды таңдаңыз деген. Яғни, симметрия осі бар фигуралар. Бірінші А-ға қарайтын болсақ, жұлдыз, ода симметрия осі бар. Ал В А-ға қарайтын болсақ, ода симметрия осі бар ма? Ода жоқ, ортасынан сызық жүргізетін болсақ, бір-біріне беттеспейді. Ал С-да симметрия осі бар, Д-да да симметрия осі бар. Демек, жауабы А, С және Д болады екен. Келесі үшінші тапсырма. МН векторды салыңыз, вектордың басын және соңын көрсетіңіз деген. МН деген вектор салдым. Біз вектор салғанда неге қараймыз? Төбесінде өзі бағытын көрсетіп тұрады бұлай. Берілгенде осылай тұр, Демек, М-нен басталып, N-нен бітеді, Сонда М вектордың басы болады, ал N вектордың соңы болады. Келесі төртінші есеп. Теңсіздікті шешіңіз. Берілгені 2, жақша ішінде 2х қосу 3, азайту 5. Кішіне тең 6х қосу 7. Бірінші жақшаны ашып алайық. Жақшаны ашсақ, 4х қосу 6, азайту 5, кішіне тең 6х қосу 7. 4х x-ті на бетке өткізсек, 4х азайту 6х, кішіне тең 7 азайту 1. 1 қайдан келді? 6 минус 5 1 болады. Оны келесі бетке өткізгенде минус болып өтті. Минус 1 болды. Енді 4х-тен 6х-ті азайтсақ, минус 2х кішіне тең 7-ден 1-ді азайтсақ 6. Енді мына жерде x-ті табу үшін 6-ны бөлеміз минус 2-ге. Мына жерде таңба ауысып кетті. Не үшін ауысты? Себебі біз минус санға, теріс санға бөліп жатырмыз. Сондықтан таңба ауысады. Сонда x үлкеніне тең 6 бөлу минус 2, x үлкеніне тең минус 3. Енді біз бұны сандық түзуде кескіндейтін болсақ, минус 3-ті бояймыз. Неге боядық? Себебі бізде тең деген белгі бар, сондықтан боядық. Минус 3-тен үлкен дегенде осылай белгілейміз. Енді жауабы минус 3-ті қоса алғанда плюс шексіздікке дейін екен. Осы теңсіздіктің жауабы. Келесі 5-ші есеп. Теңдеуді шешіңіз. Берілгені минус 4 модуль ішінде x қосу 1,2 тең болады минус 1,6-ға. Мына жерде біз модульдің сыртында тұрған минус 4-ті келесі беттегі минус 1,6-ға бөліп тастайық. Бөлетін болсақ, сонда модуль ішінде x қосу 1,2 тең болады 0,4-ге. Минус пен минус бөлінгенде плюс болып кетеді. Енді мынау модульмен тұрғандықтан біз бұны 2 теңдеу қып бөліп жазып аламыз. Бірінші теңдеуіміз x қосу 1,2 тең 0,4-ге. Бұны шешетін болсақ, x тең 0,4 азайту 1,2, x тең минус 0,8-ге. Бір түбірі шықты. Енді келесі екінші теңдеуді x қосу 1,2 тең минус 0,4 деп аламыз. Сонда x тең минус 0,4 минус 12. x тең болады 1,6-ға. Екінші түбірі де шықты. Демек, мана теңдеудің жауабы екі түбірі бар екен. Біріншісі x1 тең минус 0,8, ал x2 тең 1,6 екен.
Келесі 6-шы есеп мәтін есеп берілген екен. Павлодардан Семейге дейінгі жеңіл машина, яғни Т1-ді 4 сағат деп алдық, ал жүк машинасын Т2 5 сағат жүреді. Егер жүк машинаның жылдамдығы жеңіл машинаның жылдамдығынан 15 км сағатқа кем болса, яғни мынау x болса, мынау x-15, мынау кем деп тұр. Онда Павлодар мен Семей арасында қашықтықты табыңыз, яғни жолды S-ті табу керек бізге. Ол үшін біз бірінші S-тің формуласын жазып алайық. S-тен V көбейту Т, енді бұдан шығады V1 көбейту Т1 тең болады V2 көбейту Т2-ге. Себебі жол бірдей болып тұр, бірдей жолды жүріп тұр. Тек көлік екі түрлі болып тұр, машина және жүк машинасы. Енді бізде V1, Т1, V2, Т2 дегеннің барлығы бар, соны орнына қоямыз. Сонда 4 көбейту x тең болады 5 көбейту x-15-ке. 4x тең, жақшаны ашамыз. 5x минус 75, 4x минус 5x, x-ті мына бетке өткіздік, тең минус 75. 4x-тен минус 5x азайтсақ, минус x тең минус 75. Енді мына жерде минусқа бөлетін, минус 1-ге бөлеміз, сонда 75 шығады. X тең 75 екен. Енді S1 тауып ала салайық. V1 көбейту Т1 тең 75 көбейту 4 тең болады 300 км. Сонда біздің жолымыз, яғни S тең 300 км екен. Сонда Павлодар мен Семей арасында қашықтық 300 км. Келесі 7-ші есеп. Координаталық жазықтықта А, В, С, Д нүктелерін белгілеңіз. Мен белгілеп алдым. А минус 4-те 4, міне минус 4-те 4. В 6-да минус 1, міне 6-да минус 1. Келесі С 2 болғанда 5, ал Д минус 6 болғанда 1. Осы нүктелердің барлығын белгілеп алдым. А тапсырмасында АВ түзу және С-ді кесіндісін салыңыз. Міне, сонда А мен В-ны қосамыз, және С мен Д-ны қосамыз, Сонда В тапсырмасында А, В және С-ді түзулерінің қиылысу нүктесінің координаталарын табыңыз. Суретке қарайтын болсақ, міне мен қиылысу нүктесін белгілеп қойдым, және оның координатасы минус 2-де 3 болады. Міне жазып қойдым, минус 2-де 3. Келесі АВ түзуінің абсцисса осімен қиылысу нүктесінің координаттарын табыңыз. Абсцисса деген ол бізде x, міне АВ x пен қиылысып тұр, және қандай нүктеде? 4 болғанда 0 деген нүктеде. Мен оны жазып қойдым С деп. Келесі Д, СД түзуінің ордината осімен қиылысу нүктесінің координаттарын табыңыз. Ордината дегеніміз ол y, міне С-дымыз y пен қиылысып тұр, қандай нүктеде? Міне белгілеп қойдым, 0 болғанда 4 деген нүктеде қиылысып тұр екен. Осымен 7-ші есеп аяқталды.